Ассаламу алейкум, қадірлі Қазспорт телеарнасының көрермендері, сіздердің назарларыңызда көкпардан Әшімхан Кенжебековті еске алуға арналған жастар арасындағы республикалық турнир. Біз бүгін турнирдің топтық кезеңдегі ойындарды әлі де болсын назарларыңызға ұсынамыз, және бүгінгі бәсекеде еліміздің екі қиырынан келген командалар өнер көрсетеді. Әуелі алаңға шыққан Солтүстік Қазақстан облысының құрамасы, міне сіздердің алдарыңызда таныстыра кетейік. Бірінші нөмір Сұлтан Хайруллин, ары қарай Сүйінбай Мұратов, Бақтияр Зинуллин, Нұржан Пірмахан, Жасұлан Қалдыбай, Саржан Төлен, Нұрдәулет Қайып, Нұрболат Шәкенов, Бақтияр Артықбай, Мадияр Низамеддинов және Алмазбек Кенегес деп тізім берген екен. Ал олардың қарсыластары Атшулы Оңтүстік Қазақстан облысы. Бірінші нөмірде Әділет Мамыт, екінші нөмірі Ерболат Шекербеков, әрі қарай Ербол Әбдіхалық, Бақыт Мәметқұлов, Тілеген Сүйіндік, Ералхан Айкөз, Әлейдар Шанжархан, Нұрислам Төлеп, Бекболат Смайыл, Ерлан Бәкір, Нұрбол Бердалы және Сенімжан Ерман. Ортадағы төреші Бақчан Төлегенов, ал әріптестері, яғни қапталдағы төрешілер Азат Жұмаділов, Руслан Кенжебеков және Ақылбек Қымызбаев. Солтүстік Қазақстан облысының команда жетекшісі Пішенбаев болса, команданы жаттықтыратын Мақсат Әзбаев. Ал Оңтүстік Қазақстан облысында әдеттегідей Нұржөт Мұрзабаев команданы жаттықтыратын, ал команда жетекшісі Ғани Ахметбаев. Бүгінгі бәсеке әрине өте тартысты болады деп айту қиын, десек те екі командада әсіресе Солтүстік Қазақстан облысының жігіттері қолдан келгенше шауып көреді. Ал енді аузын айға білеген Оңтүстік Қазақстан облысының құлагер көкпар командасы өте мықты. Еліміздегі теңдессіз командалардың бірі һәм бірегей екенін өздеріңіз жақсы білесіздер. Сонымен бүгінгі бәсекені өздеріңізбен бірге бастан аяқ тамашалайтын комментаторларыңыз әдеттегідей мен Қайырхан Мәулен. Міне бәсеке басталды. Ойын 8-ші нөмірде Оңтүстік Қазақстан облысының балуаны Нұрислам Төлептің құлауымен әдегеннен есте қалатын секілді. Бірақ атқа қайта қонған балуан шауып бастады. Оңтүстік Қазақстан облысы мен Солтүстік Қазақстан облысының жігіттері арасындағы тартысты бәсеке жоқ әлі. Атқа қонбаған екен, жай құлаған палуан. Онсыз да Оңтүстік Қазақстан облысының жігіттері мінекей толық құрамда қайта шықты. Сүйінбай Мұратов пен Әділет Мамыт. Ой, шіркін-ай. Мына күреңді қараңыз. Күрең қасқа Оңтүстік Қазақстан облысының жекпе-жек атына мүмкіндік берер емес. Әділет Мамыттың астындағы сұргөжек дейтін белгілі сәйгүлік. Бірақ сол сұргөжекпен қазір Сүйінбай Мұратовтың астындағы күрең қасқаны ала алмай тұр. Шіркін-ай. Жекпе-жекке әрине Солтүстік Қазақстанның аты мықты болғанмен үстіндегі бала аса бір қатты ширақ қозғала қоймаған еді. Бірақ соңғы сәттерде Әділет Мамытқа ешқандай да мүмкіндік бермеген Сүйінбай серкені жұлып алып тақымға басқан, бірақ Оңтүстік Қазақстан облысының басқа да палуандары Сүйінбайдың тақымындағы серкеге жармастырды. Сүйреген бойы қақпайлап әйтеуір алаңнан шығарып жіберді. Енді ортада қайтадан жекпе-жек болады. Жекпе-жекте міне Сүйінбай Әділетке тағы да бет қаратпай кетті. Серкені өз тақымына басып алды, бірақ Оңтүстік Қазақстан облысының балуандары қазір серкенін жұлып алуға әзір тұр. Сүйінбайдың тақымындағы серкеге жармасқан. Шіркін-ай, Сүйінбайдың жолын ашып беретін жігіттердің бәрі артында кетіп бара жатыр. Мінекей кішкене қапталынан келіп көмектесу керек еді. Есесіне Оңтүстік Қазақстан облысының балуаны қазір Ербол Әбдіхалық болуға тиісті. Серкен жұлып алды да шабуылға шықты, және Солтүстік Қазақстан облысының жігіттері бұл жерде қорғана да білген жоқ. Жалғыз өзі асықпай мәренің үстіне келді да серкені салып кетті.
өте тамаша. Бұл Ербол Әбдіхалық 1998 жыл туған, астындағы тұлпары Қаршыға. Оңтүстік Қазақстан облысының ойыншысы ойынның 4-ші минутында алғашқы есепті ашып отыр. Өздеріңіз көрдіңіздер, бұл жерде ешқандай да Ерболға қиындық болған жоқ. Өйткені солтүстік Қазақстан облысының қорғанысы қандай дәрежеде өнер көрсеткенін көрдіңіздер. Енді бүгін дәл осындай ойынмен жалғасатын болса барлық бәсеке, онда оңтүстік Қазақстан облысының жігіттері 1-2 салымды сыйлап беретін болмаса, әйтеуір солтүстіктің жігіттері өз күштерімен Серкені апара алмайтын сияқты. Ерболат Шекербеков міне Серкені тақымға басты. Ерболат Шекербеков жеке дара қазір шығып кетуге мүмкіндік алатындай жағдайды өзіне жасап алуға тиіс. Сонымен міне аттың тізгінін тартып қойып, кішкене жіберіп қойып, шауып бара жатқан сәтке куә болып отырсыздар. Ақырын шапса да жыл астындағы тұлпары солтүстіктің жігіттері аса бір қатты қуып келе жатқан. Сонымен Ерболат Шекербеков салымды еселеді. Астындағы Байтор дейтін сәйгүлік. Бұл Ерболатта 1998 жыл туған, оңтүстік Қазақстан облысында. Ойынның 5-ші минутында бірден ізін суытпай тағы бір салымға қол жеткізді. Осылайша енді оңтүстік Қазақстан облысының жігіттері бір ашылып алды. Бұл жерде оңтүстік Қазақстан облысының қай палуанына Серке тет, сол барып салым салайын деп тұр. Өйткені қорғаныстың деңгейін көрдіңіздер. Солтүстік Қазақстан облысында әрине ойын жоқ. Оның екеуінің терезесі тең емес екенін білесіздер командалардың. Қазір міне 9-ші нөмірдегі Бекболат Смайыл Серкені тақымға басып алған. Бекболат Смайыл міне қалың додойын бірге келе жатыр. Соның өзінде жармаспайды Серкеге міне солтүстік Қазақстан облысының палуандары. Әйтпесе мүмкіндіктер бар ғой. Мінекей ашылды. Қазір мәреге бүкіл додан алып барып салайын деп тұр Бекболат Смайыл. Жұрттың бәрін ұятқа қалдырып жоқ. Енді қазір атпен біраз қорғаныстың арасын ажыратып алайын деді ғой дейін шамасы. Алаңның ортасына шауып келіп, қайтадан Бекболат Смайыл астындағы бөденемен оңтүстік Қазақстан облысының ең мықты аттарының бірі сілкіп тізгінін тартып қалса, орында қалатын ат. Мінекей, көрдіңіздер ғой, тізгінді қалай тартса солай қарап жүреді. Өзде ақылда, қарсыластың атына барып соқтықса қоймайды. Бекболат біраз ойынды қыздырайын деді ғой деймін. Ары жүрді айналып, бері жүрді айналып, солтүстік Қазақстан облысының жігіттері тартсын деген дейді. Дұрыс, осылай беру керек кішкене ойынды. Мінекей жеке дара шығып кетті, енді салмаса ұят болар. Бекболат Смайыл әкеп жаяу қойғандай Серкені мәренің дәл ортасына тастап кетті. Бекболат Смайыл 1997 жыл туған, астында тұлпары атақты бөдене. Бұл бөдене әлем чемпионатында қалай өнер көрсеткенін білесіздер. Есеп 3-0. Қайталап көріністен байқасаңыздар, Бекболаттың қалай шығып кеткенін көрсетіп жатыр. Бәсеке енді осындай ырғақпен, асықпай, аптықпай, оңтүстік Қазақстан облысының жігіттерінің пайдасына шешіле беретін түсінікті. Бір арасынан сенсация жасап, солтүстік Қазақстан облысының палуаны күтпеген жерден салым салып болмаса, есеп теңестіретін болмаса, бүгінгі ойында оңтүстік Қазақстан облысының жігіттері осылай ойынды өз қолдарына алып алып, тізгінді бермей, Серкемен ар шауып, бер шауып, Сенімжан Ерман әкеп тастап кетті, қазір көрдіңіздер. Сенімжан Ерман дейтін 1996 жылғы палуан астындағы тұлпарын Ақбақай деп жазған екен, бірақ өзде бұл жолы Ақбақаймен шыққан жоқ. Ақбозатпен шыққан екен. Осылайша қазір Сенімжан Ерман 4-ші салымды салып кетті. Айтып отырмыз ғой, бұл ойын оңтүстік Қазақстан облысының пайдасына шешіліп тұр. Ғайыптан бірдеңе болып кетпесе, өйткені оңтүстік Қазақстан облысының жігіттері командасы жалпы. Бұл жақта жүйе бар, ойын бар, тәртіп бар, тәжірибе бар. Соның арқасы
мінекей осындай ойын көрсетіп жатқан жайлары бар. Оңтүстік Қазақстан облысының шеңбері қай жаққа сызылады, ойын сол жақта болатын түсінікті. Тағы да бір салым жоқ, бұл жерде төреші санамауы мүмкін. Серке мәреге тиіп жатса, мәре сызығына тиіп жатса, онда санамайды. Бірақ бізге арғы ракурстан көрінбеді. Ерлан Бәкір 1999 жыл туған шабандоз, астындағы бақтарымен Оңтүстік Қазақстан облысының пайдасына ойынның 10-шы минутында есепті 5-0-ге жеткізіп беріпті. Әрбір 2 минут сайын бір салым болып жатыр деген сөз. Міне қазір тағы да Оңтүстік Қазақстан облысының жігіттері бірінші болып Серкеге жетті. Және бірінші келген палуан Серкені тақымға басып алғанын көрдіңіздер. Алайда Нұрбол Бердалы ойын алаңының сыртына шығып кетті Серкені алған бойда. Ортада Сүйінбай Мұратов пен Әділет Мамыттың арасындағы жекпе-жек. Әділет Мамытқа сәл ғана мүмкіндік жасап берсе, астындағы сұр көжегі Серкені жұлып кетеді. Бірақ Сүйінбай Мұратов та осал палуан емес екенін көрсетіп бағуда. Сүйінбай Мұратов міне Серкені тақымға басқан және мәреге қарай жақындап келе жатыр. Ой көз тиіп кетпесін осы палуандарға. Міне бірақ оған 4-ші нөмірдегі Бақыт Мәметқұлов қазір жабысып алған. Бақыт Мәметқұловтың негізгі шаруасы да сол шабуыл жасатпау, қорғаныста өнер көрсету. Бақыт Солтүстік Қазақстан облысының жігіттерінің салым іздеген бақытынан айырам екен, әлде жеткізем екен көрейік. Мәренің айналасында жүр әйтеуір Солтүстік Қазақстан облысының жігіттері. Бұл жақта аттың ізі көрінбейтін еді, ізін салды әйтеуір. Бірақ десек те Оңтүстік Қазақстан облысының жігіттері Серкені тартып кетіп бара жатқан жайға куә болып отырсыздар. Солтүстіктің жігіттері басып келуін келді. Бірақ Сүйінбайдың тақымындағы Серкені жұлып алғанын көрдіңіздер. Оңтүстік Қазақстан облысының жігіттері қайтадан шабуылға шыққан, міне бір-біріне пас алмастырып Серкені өткізіп беріп жүр. Нұрбол Бердалы қазір тілеген Сүйіндікке ұзатып берді Серкені. Солтүстік Қазақстан облысының палуанның астында жирен айғыр тоқтай алмай жүргенін көріп отырсыздар. Міне Оңтүстік Қазақстан облысының келесі шабуылы аят деген ай, бірақ бұл салым емес. Серке мәре сызығының жиегінде жатыр. Осындай тәжірибесі аздау көкпарда емес, жалпы Серкені мәреге тастауда тәжірибесі жеткіліксіз палуандарды осындай ойындарды үйретіп алу керек. Бұл команданың жаттықтырушының тактикасы. Енді Нұржігіт Мырзабаев көкпардан қаншама дүркін Қазақстан Республикасының чемпионы, Азия чемпионы атағын иеленген өте сондай жүректі палуанның бірі. Оның үстінде қорғаныста өнер көрсетеді, ұлттық құраманың сапында әлде бар. Былтырғы жылы әлем чемпионы атағын жеңіп алған палуан. Сондықтан Нұржігіт Мырзабаев өзі әлде спортты қоймаған көкпар шауып жүрген палуан ретінде бұл жігіттердің баршасын түсінеді және ойынын қалай ойнау керек екенін кәдімгідей қойып береді. Міне Оңтүстік Қазақстан облысының көшбасшысы десек болады. Әділет Мамыт сұр көжекпен әдемілеп тұрып Серкені тақымға басып алып бір шабуылға шықты. Әділет Мамытқа сұр көжекке қарағанда бір бөдене сияқты ма, бір кілт тоқтайтын, әдемі жүретін аттар жарасатын еді, бірақ сұр көжекте де қалай ойнап жатқанын көріп отырсыздар. Міне Әділет Мамыт 1997 жылы туған палуан, Оңтүстік Қазақстан облысында ойынның 15-ші минутында таман сұр көжекпен бүгінгі ойын барысындағы 6-шы салымды салып кетті. Өте тамаша. Біз жалпы айтқымыз келгені бұл дүниемен сұр көжекті жалпы көкпарға қисыны келмейтін ат деп отырған жоқпыз. Өте жақсы ат, өте мықты аттардың бірі. Жүйріктігі де бар, жекпе-жекте де өнер көрсетеді, екі жағына бірдей еңкеуге де мүмкіндік береді палуанға. Десек те енді кішкене тәжірибелі аттардың біреуін мінсе, Әділет Мамыт басқаша ойын көрсетер ме дейтін ниет қой біздікі. Бірақ осының өзінде жаман емес. Сонымен 8-ші нөмірдегі Нұрислам Төлеп қазір Серкені тағы да тақымға басып алған. Оңтүстік Қазақстан облысының жігіттері. Кім Серкені тақымға басады, сол жігіт әйтеуір салым салып жатыр қазір. Оңтүстік Қазақстан облысының жаттығу базасы секілді дәл қазір мына алаң
солтүстік Қазақстан облысының палуандары өйткені сондай мүмкіндік беріп қойып жатыр. Оны да түсінуге болады. Мақсат Әзібаев дейтін жаттықтырушысы команданың әйтеуір команданы артып бері тартып жүріп алып келген жайы бар. Нұрислам Төлеп қазір 1999 жылы туған палуан. Ойынның 7-ші салымын салды кездесудегі. Астында тұлпары найза, өте мықтат. Оңтүстік Қазақстан облысының абыройлы сәйгүліктерінің бірі. Нұрислам Төлеп осылайша есеп 7-0-ге жеткізіп отыр. Солтүстік Қазақстан әрине тәжірибесі аз команда ғой, айттық. Жалпы қадірлі телекөрермен, бұл Жамбыл облысының кезінде көкпардың дамуына үлесін қосқан, Маңғыстаудағы көкпардың негізін қалаған, өз соны Қызылорда облысының тумасы Кенжехан Әшімхан Кенжебековті еске алуға арналған турнир. Әшімхан Кенжебековтің артынан қалған ұрпақтары да бүгінде осы Маңғыстаудың көкпарының дамуына өз үлестерін қосып жүр. Мәселен, Бақытжан Кенжебеков Маңғыстаудың жастар командасын жаттықтырады, Руслан Кенжебеков төрешілік қызмет атқарады, сондай-ақ жаттықтырушының көмекшісі. Сондай азаматтар бүгінде Әшекеңнің атын өшірмей осы көкпардың айналасында жүр. Одан қала берді әрқайсының бір атбегілік өнері бар. Сол атбегілік өнердің арқасында осындай көкпардың командасын құрып, Маңғыстаудан адайыта дегіздіріп, үлкен жарыстарға алып келіп жүр. Бүгінде Қанағат Сүйебаев сол Әшімхан Кенжебековтің ісін жалғастырып, адайатаны ары сүйреп, бері сүйреп, бүгінде Қазақстандағы үздік 3 команданың қатарына қосты. Мінекей тағы да бір оңтүстік Қазақстан облысының шабуылы және тура мәре сызығының үстіндегі шайқасты көріп отырсыздар. Жекпе-жекте жеңіп шыққан оңтүстік Қазақстан облысының палуаны мәреге тура жақында да, бірақ Серкені тақымнан шығарайын десе, солтүстіктің жігіттері айналасында қаптап жүрген. Бірақ әйтеуір арасындағы ыңғайлы сәттілік тауып, Әділет Мамыт тағы да бір салымның авторы атанып отыр. Сұргөжек астындағы Сұргөжек бүгін өзін 2 рет көрсетті. Байқасаңыздар, жекпе-жекте оңтүстік Қазақстан облысының Сұргөжегіне қарағанда, солтүстік Қазақстан облысының Сүйінбайы тізгіндеген күрең қасқа мықтырақ. Оны мойындауымыз керек. Десек те, Әділет Мамыттың тәжірибесі бұл жерде Сұргөжектің абыройын арттырып отыр. Өте тамаша. Есеп 8-0 қадірлі телекөрермен. Міне солтүстік Қазақстан облысының палуандарына серкет тиді. Оңтүстіктің жігіттері аса бір қатты жойқын шабуыл ұйымдастыра алмаса да қарсыластары әйтеуір бір шабуылды бергісі келгендей, қастарында бәрі шапалақтап шауып жүр. Былайша айтқан кезде оңтүстік Қазақстан облысының палуандары Серкен тақымға әлі де баса алмай келеді. Солтүстік Қазақстан облысының шабандосы. Мәреге жақындаған сәті, мәренің тұсында оңтүстік Қазақстан облысының жігіттері аттың басын бұрып әйтеуір мәреге қарай жақындатып әкеледі. Мінекей тура мәренің үсті және бұл салым. Артықбай Бақтияр 1999 жыл туған. Астындағы тұлпары қарагер. Міне солтүстік Қазақстан облысының ойыншысы ойынның 19-шы минутында бірінші кезеңнің соңғы сәттерінде әйтеуір бір салым салды. Оның үстінде жалпы оңтүстік Қазақстан облысының жігіттері бұл жерде мәрттік танытты десек болатын шығар. Толықтай негіз бар өйтіп айтуға. Бәсекенің бірінші кезеңнің аяқталуына көп уақыт қала қойған жоқ. Десек те, Серкен тақымға басқан оңтүстік Қазақстан облысының палуаны Ералхан Айкөз болатын. Ералхан Айкөз Жамбату мен ұлттық спорттың жанкүйерлерінің есінде қалған жігіт. Жамбатудан былтырғы әлемдік мықтылардың басын қосқан елордада өткен 6-шы бе халықаралық турнирінің 3-ші орнына ие бұл жігіт. Қазақстанның бірнеше дүркін чемпионы. Міне Сүйінбай Мұратов пен Әділет Мамыттың арасындағы қайтадан жекпе-жек. Әділет Мамыттың астындағы Сұргөжегі Серкенің маңына қазір көп жуи алмай жүр. Күрең басқа берер емес.
міне Әділет Мамыт соның өзінде аттың күшімен өзінің тәжірибесін пайдаланып Серкеге жақындады да Серкені өз тақтына басып алды. Есеп 8-1. Бірінші кезең осылай аяқталатын секілді, егер жылдам шабуыл ұйымдастырып жібермесе. Бірақ Әділет Мамыт міне Серкені өзінің қарсыласына салу үшін басқа командалық әріптесіне ұзатып бергенін көрдіңіздер. Және оған Солтүстік Қазақстан облысының палуаны Сергей жармаса кетті. Енді ойын алаңның сыртына шығарып жүруге тырысады. Қалай болар екен? Жоқ, ойын алаңның сыртына шыға қойған жоқ. Бірақ соның өзінде төрешінің ысқырығы естілді. Өздеріңіз көрдіңіздер. Енді бәсеке ортадағы жекпе-жекпен жалғасуға тиісті негізінен, егер оған әрине уақыт жетсе. Қадірлі телекөрермен, әзірге есеп 8-1. Иә, төрешінің ысқырығы да естілді. Бұл жекпе-жек болмайды, себебі бірінші кезеңге берілген 20 минут өз мәресіне жетті. Арнамызға енді ғана қосылған көрермендер болса айта кетейік, бұл көкпар бағдарламасы, және біз бүгінгі бағдарламамызда Оңтүстік Қазақстан облысы мен Солтүстік Қазақстан облысының арасындағы бәсекені назарларыңызға ұсынып отырмыз. Алаң қожайындар ретінде шыққан Солтүстік Қазақстан облысының жігіттері әзірге қарсыластары сыйға тартқан 1 салыммен ғана шектеліп тұр, ал Оңтүстік Қазақстан облысы 8 салыммен алда келе жатыр. Бақтияр Зинуллин мен Әділет Мамыттың арасындағы жекпе-жек міне атты да баланы тауыстырып еді. Әділет Мамыттың астындағы сүргөжік мына жиренге қалай бермей тұрғанын көріп отырсыздар. Сонымен бұл чемпионат, қадірлі телекөрермен, бұл біріншілік, бұл турнир Тараз қаласында өтіп жатқан өздеріңіз жақсы білесіздер. Және көкпардан Маңғыстау облысының көкпарының негізін қалаушы Әшімхан Кенжебековті еске алуға арналған турнир екен. Тағы бір рет естеріңізге сала кетейік. Бұл турнирге 8 команда жиналды. Алматы қаласы мен Алматы облысынан 2 команда келіп отыр. Жергілікті Жамбылдың әулиеатасы бар. Оңтүстік Қазақстан облысының жігіттері бар. Міне Қызылорда облысынан команда келген. Сондай-ақ осы Солтүстік Қазақстан облысының командасы да дәл осы сында бақ сынап жатыр. Одан соң Маңғыстаудың Адайата командасы да бар. Бірден бір осы біріншіліктің жеңімпаз болуға үміткер командалардың бірі. Сондықтан осындай мықтылардың арасында шын мықтыны анықтайтын турнирге жиналған командалардың көпшілігі де енді қазір ақтық бәсекеге жету үшін өз топтарында өнер көрсетіп жатыр. 2 топтқа бөлініп өнер көрсетеді. Өз топтарынан жеңген команда финалға шығады, өздеріңіз білесіздер. Бір топтың көшбасшысы Жамбыл облысының әулиеатасы, екінші топтікі енді Оңтүстік Қазақстан облысының Құлагер көкпар командасы. Адайата көкпар командасына бір қиын түскені Жамбылдың әулиеатасымен бір топқа түсіп қалды. Бір жерде дайындалып, көп тәжірибесін алып жүрген командалардың бірі осы Жамбылдан әулиеата. Сондықтан ол ойын маңғыстаулықтар үшін өте ауыр болатыны түсінікті. Міне қазір Әділет Мамыт өзі де еңкеймеді, қарсыласында еңкейгізбей Серкенің айналасында жүр. 2 команданың да өкілдеріне берілген 2 минут мәресіне жетті. Егер 2 минутта Серке тағы да ілінбейтін болса, онда
атта адамда қайта ауысатын өздеріңіз жақсы білесіздер. Әділет Мамыттың бұл жолы неге еңкеймегені түсініксіз. Уақыт ұстайын деді ма, әлде атын үйреткісі келді ма? Болмаса екінші таймға етін үйреткісі келді ма? Әйтеуір Серкеге қарай еңкейген жоқ. Енді екінші нөмірдегі қазір Сүйінбай Мұратов қайда шыққан екен? Солтүстік Қазақстан облысының жекпе-жекшілерінің бірі, және оның қарсыласы Сенімжан Ерман. Міне қазір Сүйінбай Мұратов Серкені өз тақымына басып алды, және аттың басы қайым емес екенін өздеріңіз көрдіңіздер, және өзіне аттың да ат жағы үстіндегі шабандоздың да өзіне ыңғайлы жаққа қарай еңкейе жатыр. Міне солтүстік Қазақстан облысының кезекті бір шабуылы мәреге жақындаған сәт, есепті бірінші болып осы жігіттер ашып кетпесе болғаны екінші кезеңде. Бұл да бір егер ашып кететін болса, кіші сенсация болып саналатын сияқты, өйткені өте тартысты бәсекені көріп отырмыз. Оңтүстік Қазақстан облысының жігіттеріне дес бермеймін. Солтүстік Қазақстан облысы шабуылын әрі қарай жалғастыруда. Қазір бірден бұру керек. Мінекей салым. Өте тамаша. Қадірлі телекөрермен, бұл салымды салған Нұрболат Шәкенов. 1997 жыл туған, астындағы тұлпарым. $1 деп атаған екен. Ойынның 26 минуты екінші кезеңнің. Және есеп 8-2. Жақсы, жаман емес. Міне қазір оңтүстік Қазақстан облысының палуаны Нұрбол Бердәлі Серкені тақымға басып алған. Астындағы сәйгүлігін қайтпас көк деп атаған екен Нұрбол. Қайтпас көкпен қайтпай жүріп салым салама, әлде әріптесіне берем екен Серкені, көрейік. Көкпар әлде болса Нұрболдың тақымында. Бірақ Нұрбол қазір Ералқан Айгөзге қарай ұзатып берген секілді Серкені. Ералқанның тақымында. Ералқан бір шабуылды ұйымдастыруға көшкен. Шіркін, қараңыздар, қалай атты жүргізіп бар жатыр. Бірақ Ералқан Серкені тастағанмен мәренің қақ ортасына түсіре алмады. Ары қарай оңтүстік Қазақстан облысының басқа палуаны Серкені жұлып кетіп шабуылды жалғастыруға әзір. Ортаға шықты. Бұл Әлейдар Шанжархан болуға тиісті. Расымен де 7-ші нөмірдегі Әлейдар Шанжархан. Шанжархан Әлейдар міне қорғанысын бұзып жарып солтүстік Қазақстанның мәреге қарай жақындаған сәтіне куә болып отырмыз. Қазір аттың тізгінін тағы да кері қарай бұрып алып келеді. Мінекей жалғыз өзі мәренің үстінде, және бұл салым. Ойынның 28-ші минуты. Әлейдар Шанжархан есепті еселеді. Астындағы сәйгүлігі жебемен бір салым салып отыр. Әлейдар Шанжархан оңтүстік Қазақстан облысының мықты палуандарының бірі. Шанжархан деген тегінің өзі осы көкпардағы балуан батырларды еске түсіреді, қадірлі телекөрермен. Қазір міне Нұрислам Төлеп Серкені өз тақымына басып алған екен. Нұрислам Төлеп өзі Серкені апаруға тырыса ма, әлде командалық әріптесіне берем екен, көрейік. Тіпті мына солтүстік Қазақстан облысының палуанның тартысы жаман. Айырылып қалмаса оған Серкен тақымынан шығарып келе жатыр. Нұрислам Серкені қайтадан дұрыстап оң жамбасына келтіріп Серкені тақымға басып алды. Және атқа қамшы салмайды, көріп отырсыздар. Атқа қамшы салмай жүр жігіттер.
тағы да тізгін тоқтату керек, бірақ серке мәре сызығының тура жиегінде жатыр, белінен бастап. Мұндай жағдайда енді жалпы командалық тартыс болады ортадағы шеңберде. Қайталап көріністен деп байқадыңыздар, серке мәреге түспей қалды. Енді жалпы командалық тартыс, бұл үлкен мүмкіндік солтүстік Қазақстан облысының жігіттеріне. Әйтеуір арасынан іліп кетуге серкені тұлпар тұяғының дүбірге бастырып, мінекей қамшыны басып жеткізбей кетуге мүмкіндік бар. Әй, шіркін-ай. Нұрболат Шакенов қазір доллармен шыққан екен. Төбел қара, жалғыз өзі келді. Және бұл салым. Құлагердің жігіттері бұл жерде ешқандай да қорғаныста өнер көрсеткен жоқ. Салса салсын деді ғой дейді. Нұрболат Шакенов. Бүгін солтүстік Қазақстан облысының жігіттері 3 салымды болды. Жерден еңкейіп серкені алған еңбегін бағалады оңтүстіктің жігіттері бұл жерде. Сондықтан арасында салым сыйлап тұрғанына солтүстіктің балуандары оңтүстіктің жігіттеріне алғыстарын айтып қою керек. Енді бере қоймайтын шығар. Оңтүстік Қазақстан облысынан әлі Ербол, Бекболат, Сенімжан, Әділет, Нұрислам, Әлейдар сынды жігіттерінің баршасы да салымды болып отыр. 8 балуан салым салды дәл қазір. Өзі 12 жігіт командада. Міне қазір Нұрбол Бердала серкені тақымға басып алған, және астындағы қайтпас көкпен келді мәренің тұсына. Және бұл салым, өздеріңіз көрдіңіздер, ешқандай да мүмкіндік бере қойған жоқ. Нұрбол Бердала 1998 жыл туған. Қараңыздаршы, бұл жерде оңтүстік Қазақстан облысының палуаны өзінің тәжірибесін көрсетті. Сенімді келе жатыр. Әйтеуір жіберетініне сенімді. Бір-бірін сыйлап жүр екі командада. Салыммен атыс болып отыр. Міне оңтүстік Қазақстан облысының палуандары тағы да серкені өз тақымдарына басып алған. Бұл Ерлан Бәкір. Ерлан Бәкір бүгін 5-ші салымды салған еді. Астындағы бақторы ғой. Ерлан Бәкір қазір серкені ыңғайлап, асықпай, аптықпай тақымға басып алды. Есеп онда 3, асқатын дәнеңе жоқ. Атты да өздерінде шаршатпау керек. Міне біраз уақыт ұстап тұр. Солтүстік Қазақстан облысының палуаны міне Сұлтан Қайруллин келген тұста қайтадан атты қозғалтып. Бүгін айғырлардың теріде шықпаған шығар өзі. Міне қалай айналдырып кетті, шіркін-ай. Бұл салым болуға тиісті. Ерлан Бәкір ойынның 35-ші минутында есепті 11-де 3-ке жеткізді. Ерлан Бәкір 1999 жыл туған. Астындағы тұлпарының бақтор екенін айттық. Қарсыласын шыргөбелек айналдырып кетті. Енді алда 5 минут бар, тағы да 2-3 салым салуға мүмкіндігі бар оңтүстік Қазақстан облысының жігіттерімен. Сондықтан енді қазір салым салмаған жігіттерге серкені салып беретін шығар. Оңтүстік Қазақстан облысының тағы бір палуаны Нұрислам Төлеп қазір серкені тақымға басып алған. Өзі өте мықты еңкейетін жігіттердің бірі. Екі жағын бірді еңкейе береді бұл Нұрислам. Қазір серкені тақымға басып шабуылға шыққан. Командалық әріптесіне серкені беріп жіберуге дайын тұрған еді. Бірақ 5-ші нөмірдегі тілеген сүйіндік ала алмай қалған секілді.
міне қайта келіпті. Ой деген тілеген сүйіндіктің алдына өзі салып бермесе қазір серкені алмайтын түрі бар. Иә, тілеген сүйіндік серкені тақымға әйтеуір ар шауып бер шауып жүріп баста бір ыңғайсыз ебі келмей жатыр. Жаңа серкені алайын десе. Енді міне тақымға басқаннан кейін тілеген сүйіндік бір шабуылды ұйымдастырып жіберуге тиісті. Сол үшін де серкені алды ғой. Себебі бүгінгі ойында бұл тілеген сүйіндікті де астындағы заңғар дейтін сәйгүлікті де біз көрген жоқпыз. Тілеген сүйіндік атты айналдырып ар шауып бер шауып жүр. Командалық қарсыластар екі адам болып бірдей келген екен, бірақ жалғыз өзінің жеке дара шығып кетті және бұл салым мәренің қақ ортасына тастады. Шіркін-ай, осындай салымдардан аңсаймыз ғой. Тілеген сүйіндік 1996 жыл туған, астындағы тұлпары заңғар екен. Ойынның 38 минуты, есеп 12-де 3. Бұл жігіттер 10 салым айырмашылыққа дейін жеткіземіз деді ғой деймін Оңтүстік Қазақстан облысының палуандары. Тоқтар емес әзірге. Бірінші болып серкеге Солтүстік Қазақстан облысының палуан жеткен, бірақ аттың қалай қашып кеткенін көрдіңіздер. Енді серкені тақымға басқан Бекболат Смайыл қайтадан. Бекболат Смайылға Сенімжан Ерман келді. Ерман Сенімжанда өте мықты палуан, бірақ бүгінгі ойында әлі салым салмапты. Міне салым салуға аттанып бара жатыр. Жеке дара шауып бара жатқан сәтіне куә болып отырсыздар. Мәренің тура тұсына келген кезде аттың тізгінін тарту керек. Мінекей Сенімжан Ерман. Есеп 13-те 0 қадірлі телегөрермен. 1996 жыл туған. Кешіріңіздер. Сенімжан Ерманның салымы 13-те 3 болған екен. Бұл сәйгүлік естеріңізде шығар. Айтулы Ақбақай. Сенімжан Ерман бүгін Ақбақай демалдырды, өзді кішкене демалды, көп шапқан жоқ. Сұргөжектің бүгін су тері шыққан шығар, жекпе-жекке қайта шығып. Әсіресе бірінші таймда. Бәсекенің аяқталуына небәрі 2 минут қана уақыт қалды. Тіпті одан да аз. Бірақ сонда да Оңтүстік Қазақстан облысының жігіттері әлі де шабуылды тоқтатар емес. Нұрислам Төлеп қазір серкені тақымға басып алған, және Нұрислам Төлеп жалғыз өзі мәренің үстіне келіп тоқтайды қазір. Сөйтепті серкені жаяу қойғанда қойып кетті. Міне 40 минутта Нұрислам Төлеп тағы да бір салымға қол жеткізді. 99 жыл туған палуан Нұрислам Төлеп. Осымен өзде ойын өз мәресіне жеткен шығар өзі. 14-те 3 қадірлі телегөрермен. Есеп соңғы шабуыл болуға тиісті. Аттар шауып келіп кәдімгідей осы кіші шеңберде таласып бірімен соқтырысып қалатын еді. Мына ойында бір курортта жүргендей ғой. Міне 14-те 3 Оңтүстік Қазақстан облысы осылайша бүгінгі ойында қарсыластарын оңдырмай жеңіп отыр. Келесі аптада тағы да бір қызықты ойынды өздеріңізбен бірге тамашалауға әзірміз. Сондықтан Қазспорт телеарнасы қосылып тұрсын дейміз. Аман сау болыңыздар.